Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен үй жағдайында пицца жасадым. Менің рецебім бойынша жасаған пицца сіздерге ұнап жатса, мені қолдап, маған лайк басып, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, менің жаңа рецептерімді бірінші болып тамашалаңыздар. Бүгін мен өзімнің рецебім бойынша пицца жасамақпын. Пицца жасау үшін маған ет керек, ашытқы керек, тәтті бұрыш керек, тұздалған қияр керек, тұздалмаған қияр керек, пияз керек, сарымсақ керек, майонез керек, томатный паста, содан кейін ұн, жылы су, қант керек, содан кейін тұз керек, сұйық май, қызанақ керек. Ең алдымен біз ыдысымызға жылы суымызды құямыз. Ашытқымызды саламыз. Шекер мен тұзымызды саламыз. Қамырымызды илеп алдық. Қамырымыз осындай жүп-жұмсақ болу керек. Біз енді бұл қамырымызды 20 минутқа немесе жарты сағатқа тындырып қоямыз. Қамырымыз шамамен 20-25 минуттай тынып тұрды. Енді бұны бөлік-бөлікке бөліп пицца жасай бастаймыз. Пештің табақшасына жайып алдық. Енді бұның үстіне біз бағанағы томатный паста мен майонезімізді араластырып жағамыз. Мінекей, құрметті көрермендер, жаңа мен жұмыртқаны айтуды ұмытып кетіппін. Жұмыртқа саламыз. Жұмыртқаны салмас бұрын жақсылап араластырып аламыз. Мінекей, құрметті көрермендер, біз пиццамызды әрледік, әсемдедік. Енді 180 градусқа 20-25 минутта пысат бұйырса. Үй жағдайында, ішіндегі салмаларда, қолжетімді бағада осындай дәмді ауызға салса еритін пиццаның рецептін сіздерге ұсындым. Дос жарандарыңызбен жиылғанда, отбасылық бас қосуларда, балаларыңыздың демалыс күндерінде жасап берсеңіз, керемет таптырмас пиццаның рецепті. Назар аударғандарыңызға көптен көп рахмет. Келесі жаңа рецептерде жолыққанша күн жақсы, сау саламатты болайық.